Жалғастырайық. Соғыста хабар ошарсыз кеткен майдангерлердің кейбірінің ізі қылаң беруде. Марс операциясы аясында қайда жерленгені табылып, туысқандары хабар алып отыр. Сондай-ақ операция аясында табылған құнды жәдігерлер Ресейден әкелініп, даңқ залына қойылды. Нұрлан Әбдікәрім әңгімелейді. 2009 жылдары басталған жоба аясында 14 азаматтың жақындары табылды. Бірі Сәлемұлының артынан қалған жалғыз тұяғы Жақсылық Сәлемов. Ес білгелі іздегенмен әкесі операциясы бойынша іздеуден табылғанын айтады. Таптым, қолымда гүлім бар. Әкем таптым, ауылдан апарған топырағын апардым. Ояқтан топырақ алып қайттық. Мені әкем суретімді көрді. Менің жіберіпті. Мен 2 айлық па сонда кезімді жіберген сурет, мен әкемді көрген жоқпын. Марс операциясы Алматы мен Ақтөбеде құрылған қазақ атқыштар бригадасының Ржев қаласындағы сұрапыл соғысы. Құпия операция өткен алаңнан кітаптар, снарядтар, бас киім секілді жәдігерлер табылған. Бүгін даңқ залында арнайы бұрышқа қойылды. Көп біздің азаматтарымыз 200 мыңнан аса азаматтарымыз қайтыс болғандықтан бұл информацияның бәрін засекречен осы уақытқа дейін құпия түрде сақтаған. Енді қазіргі таңда бұл азаматтардың барлығы, яғни жеңіс даласында ерлікпен, үлкен жеңіспен соғысып табылғаннан кейін бұл мәліметтердің барлығын рассекретить етіп, яғни барлық құпияның бәрін алып тастап, осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Алда әлі де байырғы майдангерлер туралы тың деректер табылады деген үміт бар. Нұрлан Әбдікәрім, Мұхаммед Асқарұлы, Жамбыл Ньюс.